Сәлеметсіздер ме оқушылар? 5-ші сыныптың қазақ тілі пәнінен мектеп баспасы бойынша 6-шы бөлімнің тақырыбы менің сәйгүлігім. Бұл тақырыпта енді біз қазақ тілі білімінен қысқарған сөздерге тоқталатын боламыз. Естеріңізде болса, осы 6-шы бөлімді біз күрделі сөздерге арнап жатырмыз. Алдағы тақырыптарда біз біріккен сөздерді өткен болатынбыз, одан кейін тіркескен сөздер, қос сөздерді өттік, енді қазір қысқарған сөздерге тоқталатын боламыз. Сабақты соңына дейін көріңіздер, менің YouTube каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Бірінші тапсырма: сен қалай ойлайсың? Суретші болу үшін не қажет? Енді қысқа нұсқа жауап берейік. Суретші болу үшін шабыт, жүйрік қиял, таптырмас ой, әдемі фантазия, қол ептілігі және үлкен еңбек керек. Екінші тапсырма: сұрақтарға жауап беріңдер. Бейнелеу өнері сабағы мәтін кейіпкеріне неге ұнамайды? Өйткені сурет салуды қағазды бұлғау, бояуды ысырап ету және алтын уақытты жоғалту деп ойлайды. Екінші сұрақ: сурет салу алтын уақытты жоғалту деген пікірмен келісесіңдер ме? Жоқ, келіспеймін. Себебі сурет салған адамның ойы жүйрік болады, қиялға берілгіш, фантазиясы ерекше болады. Және суретші адамдар ең керемет дүниелерді ойдан шығарады. Үшінші сұрақ: оқушы неге қанша қиялдаса да сәйгүлік атты көз алдына елестете алмады? Өйткені ол жүйрік сәйгүлікті емес, темір тұлпарды елестетті. Оқушы неге тұлпардың орнына темір тұлпарды салды деп ойлайсың? Өйткені ол жүйрік тұлпарды, яғни жылқыны көз алдына елестете алмады. Бесінші сұрақ: сурет салудың қандай пайдасы бар? Сурет қиялға жетелейді, адамға шабыт береді, өмірді өзгеше көруге мүмкіндік сыйлайды. Алтыншы сұрақ: қазақ халқы не себепті жылқы малын ерекше қадірлеген? Жылқы қазақ халқының өмір салтында тұрмыстық және мәдени жағынан ерекше орын алған. Сондықтан жылқыға деген құрмет қазақтардың өмірі мен дүние танымының ажырамас бөлігі болып табылады. Жетінші сұрақ: мәтінде қандай батырдың аты аталады? Алпамыс, Қобыланды және Кендебай. Келесі тапсырма: қарамен берілген сөздерді сөйлем мағынасы өзгермейтіндей басқа сөздермен ауыстырып жазыңдар. Енді мен бірден оқып кетейін, бірақ оқушылар дәл осы сөйлемде мен асып көрсетпей кетіппін. Енді сіздер кітапты қолдарыңызға ұстау арқылы салыстырып отырасыздар. Мен сіздерге тек дұрыс жауап үлгісін ғана айтып шығайын. Қазір фотоаппарат дегенде екінің бірі ұстап жүр. Қазір фотоаппарат дегенде елдің бәрі ұстап жүр. Мұғалім көзілдірігінің үстіне сүзе қарап, сынып ішін бір шолып шықты. Мұғалім көзілдірігінің үстіне сүзе қарап, сынып ішін бір қарап шықты. Елдің назары маған ауды. Бәрінің көңілі маған ауды. Ағайдың 5 орнына сүп-сүйкімсіз екілікті күнделікке қолын жита салғаны. Ағайдың 5 орнына сүп-сүйкімсіз екілікті күнделікке бақырайтып салғаны деп өзгертсек болады. Келесі тапсырма: мәтіннен күрделі сөздерді табыңдар. Енді оқушылар, бізде тағы естеріңізге сала кетейін, күрделі сөздер 4-ке бөлінеді. Біріккен сөздер, қысқарған сөздер, тіркескен сөздер және де қос сөздер деп 4-ке бөлінеді. Дәл осы нұсқасындағы тапсырмада бізде енді көбіне біріккен сөздер кездеседі және де тіркескен сөздер, қос сөздер, оның ішінде қайталама қос сөздер, қосырлама қос сөздер жиі кездеседі. Үшінші тапсырма: сөздерді қысқартып жазыңдар. Сөздерді қысқартып жазған кезде әр сөздің бастапқы әріптері үлкен әріптермен жазылады. Соны есте сақтаймыз. Дүниежүзілік саяси ұйым ДСО, бұқаралық ақпарат құралдары БАқ, Тәуелсіз мемлекеттер достастығы ТМД, ұлттық бірыңғай тестілеу ОБТ, Біріккен ұлттар ұйымы БОО, километр, енді өздеріңізге белгілі, км, миллиметр, мм деп таңбаланады. 4-ші тапсырма: қысқарған сөздерге қажетті қосымшаны жалғап, 2 бағандағы сөздерді тіркестіріңдер. Мен сіздерге бірден үлгісін көрсетейін. 5 сантиметрге қысқа, 1200 километрге ұшу, ұбт-дан жоғары ұпай жинау, Қазақ ұлттық университетінде оқу.
Өте оңай тапсырмалар, үшінші тапсырма, төртінші тапсырма. Бесінші тапсырма, қарамен жазылған сөздерге мәндес сөздерді тауып жазыңдар. Жүдеп, азып, әл, қуат, ит тұмсығы өтпейтін, қалың, көзден ғайып болды, жоғалды, шипа, ем, шешесі, анасы. Көбіне енді синонимді сөздер. Алтыншы тапсырма, сұрақтарға жауап беріңдер. Сөз жасам дегеніміз не? Сөз жасам дегеніміз жаңа сөздердің жасалуы. Жаңа сөздер қалай жасалады? Жаңа сөздер түбірге жұрнақ жалғану арқылы жасалады. Түбір мен қосымша деген не? Түбір сөздердің ең бастапқы мағыналы бөлшегі, ал қосымша жаңа сөздерді жасаушы және сөз бен сөзді байланыстырушы. Яғни оқушылар қосымшалар, дәл осы жерде тағы бір ережені айта кетейін. Қосымшалар екіге бөлінеді, жұрнақ және жалғау деп. Жұрнақтардың өзі тағы екіге бөлінеді, сөз тудырушы және сөз түрлендіруші деп. Ал жалғаулар бізде төртке бөлінеді. Септік жалғауы, жіктік жалғауы, тәуелдік жалғауы және көптік жалғауы. Келесі сұрақ, туынды сөздер қалай жасалады? Түбірге жұрнақ жалғану арқылы. Күрделі сөздердің неше түрі бар? Күрделі сөздердің біріккен сөз, тіркесті сөз, қос сөз, қысқарған сөз деген 4 түрі бар. Қос сөздердің қандай түрлері бар? Қос сөздер екіге бөлінеді. Қайталамақ қос сөздер және қосарламақ қос сөздер деп. Тіркесті сөздер қалай жасалады? Тіркесті сөздер екі сөзден құралып, бір ғана сұраққа жауап береді. Міне оқушылар, сіздермен бірге менің сәйгүлігім, оның ішінде қысқарған сөздерді өттік. Осы тақырыпқа арналған тапсырмалардың орындалу легі сіздерге ұнады деген ойдамын. Мен көрсеткен әр видео сабаққа лайк басып, комментарий жазып қолдай отырыңыздар, және өзге де оқушылар мен достарыңызбен бөлісіңіздер. Құрметті оқушылар, бір ескертетін нәрсем, мен сіздермен жыл соңына дейін жұмыс жасайтын боламын, сондықтан сіз менің дәл қазіргі кезде, дәл қазіргі уақытта ең алғашқы көрермен болып отырсаңыз, міндетті түрде менің YouTube каналыма тіркеліп қойыңыз. Себебі мен сіздермен жыл соңына дейін жұмыс жасайтын боламын. Жыл соңында біз қаншама тақырыптарды қамтитын боламыз, және де күнде жаңа сабақтар менің YouTube каналымда дәл осындай форматта, дәл осындай үлгіде жүргізілетін болады. Және де оқушылар 5-ші сыныптың қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәнінен мектеп Атамұра Арман баспалары бойынша жұмыс жасаймын, және ең бастысы менің YouTube каналымда 6-шы, 5-ші, 6-шы, 7-ші, 8-ші, 9-ші сыныптарға арналған дәл осындай сабақтар жарияланған. Яғни менің YouTube каналым сіздерге келер жылы да, яғни 6-шы сыныпты оқыған кезіңізде де қазақ тілі, қазақ әдебиеті пәнінен керек болады. Сондықтан мені жоғалтып алмас үшін менің YouTube каналыма міндетті түрде тіркеліп алыңыз. Ал мен сіздерге тек қана жаңа 90-да тек сәттілік тілеймін. 3-ші 90-ды менімен бірге ең үздік бағада тамамдаңыздар.